сәскелікке жақындап еді. Ұшпалы сыр бұлттар көшкен керуен сықылды. Тіркесі оңтүстікке қарай жылжып ұшып, күннің көзі біртіндеп ашыққа шығып, жылы шырай нұрын шаша бастады. Әйткенмен, солдан соққан салқын жел өзінің өткірлігімен, жұқа киіммен ызғарын өткізіп, тоңдырып сентябрь айының жеткендігін жолаушыға еріксіз ойлатарлық еді. Бұл Шығанның белгісі хикаясынан алынған үзінді. Бұл үзіндіде әсем пейзаж суреттелген. Дала, күз, сәске, бұлт, күн. Көз алдымызға табиғаттың жанды суреті келеді. Жолаушымен бірге әңгімелесіп, сапар шеккендей әсерленесің. Әңгіме ішінде әңгіме айтқан жолаушының портретінде жандандырып суреттейді. Пішініне қарағанда сөйлемпаз, әңгімешіл адам деп оқырманға таныстырады. Қалқаман Мамыр дастанынан берілген үзіндіде автор қара өлең ұйқасын пайдаланған. Екі жастың кездесуін қазақтың бастаңғы деп аталатын салтымен жолықтырады. Әрекеттерде суреттеуде автор көсемше тұлғалы етістікті ұтымды қолданған. Тілі қарапайым, түсінуге қолайлы. Бабаң мұны естіп қайғы жеді. Бір жаман түс көріп бүгін, деді. Бітімсіз іс кез болып қалар ма екен? Көкенайдың мінезі қатаң еді. Бұл үзіндіде қайғы жеді идиомаға жатады. Бір жаман түс көріп ауыз әдебиетіндегі дайын тіркес. Бітімсіз іс, эпитет. Көкенайдың мінезі қатаң еді. Мамырдың туысы Көкенайға мінездемейді. Автор бұл жерде қайғы жеді, жаман түс көрді, бітімсіз іс деген айшықты сөздерді қолдану арқылы алда болатын оқиғаның трагедиясын ұласатынына оқырманды сендіреді.